Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз баламалы энергия көздері пәнінен биоотын көздерінен электр энергиясын өндіру туралы тақырыбын қарастырамыз. Арнайы назарымызды биоотын көздеріне аударамыз. Бұл видео барысында біз биоотынның қандай түрлері бар екенін, оларды қалай өндіретінін және олардың қоршаған ортаға әсерін қарастырамыз. Энергия – қазіргі заманғы өркениеттің тірегі. Адамзаттың өндірістік және тұрмыстық қажеттіліктері артып келе жатқан сайын, яғни адам саны көбейген сайын ауыл шаруашылығы да дамып жатыр. Осы ауыл шаруашылығының дамуына байланысты оның қалдықтарын қолдану мәселесі бүгінгі таңда назарда. Осыған байланысты баламалы, қайта қалпына келетін энергия көздерін пайдалану бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Соның ішінде биоотын ерекше орын алады. Биоотын қазіргі таңда қайта қалпына келетін органикалық материалдардан өндірілетін баламалы энергия көзі ретінде әлемде үлкен маңызға ие болуда. Ол бензин мен дизель сияқты дәстүрлі жанармайдың орнына қолданылатын таза отын түріне жатады. Биоотынның шығу тегі және алғашқы қолданылуы. Биоотын өсімдік материалдарынан, сондай-ақ жануарлар мен өсімдік майларынан алынады. Оның басты артықшылығы қоршаған ортаға зиянды заттарды аз бөлуі, жергілікті деңгейде өндірілуі және шетелдік мұнайға тәуелділікті төмендетуі. Сонымен қатар биоотын өндірісі жаңа жұмыс орындарын ашуға, ауылдық жерлердің экономикасын дамытуға мүмкіндік береді. 19 ғасырда ғылым мен техниканың жедел даму қарқыны әртүрлі қозғалтқыштардың өнертапқыштарының алдында жаңа механизмдердің жұмысын қамтамасыз ететін сапалы отын туралы мәселе туындады. Бастапқыда сол дәуірдің көптеген танымал өнертапқыштары қолданған биоотынды пайдалану перспективалы болып көрінді. Биоотынды пайдаланған алғашқы өнертапқыштардың бірі Сэмюэл Мори болды. 1826 жылы ол спиртте және скипидарда жұмыс істеген қозғалтқыш моделін ұсынды. Биоотынның дамуына үлес қосқан басқа да өнертапқыштар бар. 1876 жылы неміс өнертапқышы Николас Отто этанолда жұмыс істеген 4 циклді іштен жану қозғалтқышын жасап шығарды. Оның бұл жаңалығы қазіргі заманғы іштен жану қозғалтқыштарының дамуына негізін қалады. Рудольф Дизель отын ретінде жержаңғақ майын пайдаланатын мотор түрін ұсынды және 1900 жылы Парижде өткен дүниежүзілік көрмеде оның жұмысын көрсетті. Генри Форд өзінің бірінші автомобилін 1896 жылы жасап шығарды. Ол биоотынмен жұмыс істейтін автомобиль квадрицикл деп аталды. Ал 1908 жылы Форд әйгілі Т моделін сатуға шығарды. Бұл бензинде, этанолда және осы екі отынның қоспасында жұмыс істей алатын алғашқы жаппай шығарылған автокөлік болды. Этанолдың алғашқы дамуы және отын ретінде қолданылуы. 20 ғасырдың басында мұнайдың мол қоры табылып, өндірісі артып, бензин арзандады. Осыған байланысты биоотынға қызығушылық азайды. Дегенмен бұл құбылыс ұзаққа созылған жоқ. Көп ұзамай спиртті қант өнеркәсібінің қалдықтарынан өндіру жолға қойылды да оның бағасы арзандады. Этанол отын ретінде Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде кеңінен қолданылды. Соғыс аяқталған соң 1920 жылдары ақш пен Еуропаның көптеген елдерінде бензин мен спирт қоспасы тарала бастады. Келесі ондаған жылдар бойы этанол бензинмен бәсекеге түсуге талпынды. 20 ғасырдың басында мұнай өндіру зауыты алғаш рет индустриялық масштабта жұмыс істеді. Ол мұнайды тазалап, оны жану отыны және өнеркәсіптік өнімдерге айналдыруға мүмкіндік берді. Мұндай зауыттар әлемдегі энергетикалық өндірістің дамуына үлкен үлес қосты. Этанолдың құлдырауы мен қайта өрлеуі. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін этанол біртіндеп нарықтан ығыстырылып, отын ретінде қолданылуын тоқтатты. Оның нарықтан ығыстырылуының басты себебі мұнай қорының артуы мен бензиннің арзандауы болды. Мұнайдан өндірілетін отынның
тасымалдау, сақтау және өндіру технологиялары әлдеқайда тиімді болып шықты. Соның салдарынан этанолға деген сұраныс төмендеп, ол тек қосымша немесе аралас қоспа түрінде ғана қолданылды. Алайда 1970 жылдардағы мұнай дағдарысы кезінде этанол қайтадан балама отыны ретінде қарастырыла бастады. Әсіресе Бразилия мен ақш-та биоэтанол өндірісі қарқынды түрде дамыды. Биоотынның экономикалық және экологиялық маңызы. Экономистердің пікірінше, мұнай бағасы барреліне $30-40 асқан жағдайда биоотын өндірісі экономикалық жағынан тиімді болады. Бүгінде мұнай бағасы барреліне $100 асып отыр. Менделеев мұнайды жағуды пешті ақшамен жағумен тең деп бағалаған. Биологиялық отынды пайдалану қоршаған ортаны қорғауға, экономиканың және ғылымның дамуына серпін береді. Оның өзектілігі Қазақстан үшін де жоғары. Биоотын өндіру мен қолдану халықтың денсаулығы мен табиғат қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Әлемнің дамыған елдері ақш, Бразилия, Германия биоотын өндіруде жетекші орын алады және экологиялық саясаттың негізгі бағыты ретінде қарастырады. Қазақстан да осы тәжірибеден үлгі алып, өз әлеуетін тиімді пайдалану арқылы энергияның баламалы көздерін дамытуға бет бұруы тиіс. Биоотын өндірісі ауыл шаруашылығын дамытуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және өңірлік экономиканы жандандыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ биоотын мұнайға тәуелділікті азайтып, энергетикалық қауіпсіздікті арттырады. Ганновердегі биомасса когенерациясы зауыты қалдық ағаш пен биомасса арқылы энергия өндіреді. Ол жылу және электр қуатын бір уақытта өндіру мүмкіндігін береді. Зауыттың электр қуаты шамамен 19 мегаватт, жылу қуаты 90 мегаваттқа дейін. Бұл зауыт қалдықтарды тиімді пайдаланып, экологиялық таза энергия көзін қамтамасыз етеді. Қазақстандағы энергия көздерінің қазіргі жағдайы. Әлемнің көптеген елдері бұл мәселенің шешімі ретінде биоотын өндірісін дамытуға басымдық беріп отыр. Мысалы, Бразилия мен ақш-та биоэтанол мен биодизель өндіру кеңінен жолға қойылған. Олар ауыл шаруашылығы өнімдерінің қалдықтарын пайдалану арқылы экологиялық таза және экономикалық тұрғыдан тиімді отын өндіруде. Қазақстанда да осы салаға қолайлы жағдай жасалған. Елдің кең байтақ ауыл шаруашылығы алқаптары мен өсімдік шикізаты биоотын өндіру үшін мол мүмкіндік береді. Оған дәлел солтүстік Қазақстан облысындағы Bio-Operations зауыты. Қазақстандағы Bio-Operations зауыты солтүстік Қазақстан облысының Тайынша қаласы маңында Чермошнянка ауылында орналасқан. Зауыт бидай мен астық қалдықтарын өңдеп, биоэтанол, глютен, крахмал, мал азығы және сұйық көмірқышқыл газын өндіреді. Өнімдер Үндістан, ақш, Колумбия, Норвегия, ТМД және Еуропа елдеріне экспортталады, ал биоэтанол негізінен Еуропа нарығына жіберіледі. Bio-Operations зауыты халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыс істейді және тұрақты энергия көздерін дамытуға үлес қосады. Сонымен қатар еліміздің энергетикалық стратегиясында баламалы және жаңартылатын энергия көздерін дамыту басты бағыттардың бірі ретінде белгіленген. Бұл тек экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп қана қоймай, ауылдық аймақтардың экономикасын жандандыруға және жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Қазақстандағы биоотын саясаты мен бағдарламалары. Қазақстанда жасыл экономика бағытындағы шаралар кеңінен қолға алынуда. Бұл бағыт жаңартылатын энергия көздерін енгізуге, климаттық өзгерістерге қарсы іс-қимыл жасауға және экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуге негізделген. Ел энергетика министрлігі жаңартылатын энергия көздері жобаларына жалпы қуат аукциондарын өткізу арқылы және биогаз сияқты бастамаларға қолдау көрсету арқылы көмек көрсетіп отыр. Жасыл Қазақстан ұлттық жобасы аясында 2025 жылға дейін 2 миллиард ағаш отырғызу, қалдықтарды сұрыптау және жаңартылатын энергия көздерінің үлесін арттыру сияқты шаралар жоспарланған. Сонымен қатар көмірден кезең-кезеңімен бас тарту және 2021-2025 жылдар аралығында көмірлі электр станцияларынан шығуды қысқарту ұсынылды.
Қазақстан көлеңкелі көміртек шығарындыларын азайту мақсатында халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастықты күшейтуде. Мысалы, Еуропа қайта құру және даму банкі көмегімен жаңартылатын энергия көздері жобаларын қаржыландыруда стратегиялық серіктестік орнатылған. Сонымен қатар, стандарттау арқылы көміртегі есептеу жүйесін жетілдіру үшін халықаралық стандарттау ұйымының стандарттарын қолдану саясаты жүргізілуде. Биоотын түрлері және олардың тиімділігі. Биоотын екі негізгі түрде қолданылады: биодизель және биоэтанол. Биодизель өсімдік, жануар майларынан немесе олардың этерификацияланған өнімдерінен жасалатын отын. Шикізат ретінде рапс, соя, пальма, кокос майы және тағам өндірісінің май қалдықтары пайдаланылады. Бүгінде Германия, Франция және Бразилия сияқты елдерде биодизельдің кең қолданылуы көлік секторындағы көміртегі ізін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік беріп отыр. Этанол негізінен жүгеріден, қант құрағынан немесе қызылшадан өндіріледі. Ол бензинмен әртүрлі пропорцияда араластырылып, көліктерде балама отын ретінде пайдаланылады. Мысалы, Бразилияда көліктердің 90%-дан астамы этанол немесе этанол-бензин қоспасымен жүреді. Этанолдың жану кезінде бөлінетін көмірқышқыл газы өсімдік фотосинтезі кезінде қайта сіңірілетіндіктен, бұл отын түрі көміртек бейтарап энергия көзі болып есептеледі. Қырғызстан биоотынды өндірудің табысты үлгісін көрсетіп отыр. Бұл елде бензинге 10%-ық биоэтанол қоспасын қосу тәжірибесі енгізілген. Нәтижесінде атмосфераға бөлінетін зиянды заттардың көлемі 25%-ға азайған. Сонымен қатар биоотын өндірісін дамыту ауыл шаруашылығы өнімдерінің қалдықтарын тиімді пайдалануға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және ауылдық аймақтардың экономикалық белсенділігін арттыруға септігін тигізіп отыр. Биомасса және қатты отын түрлері. Ағаш адамдар қолданған ең көне және табиғи отын түрі. Қазіргі уақытта әлемнің көптеген елдерінде ағашты өңдеу немесе биомасса ретінде энергетикалық ормандар пайдаланылады. Энергетикалық ормандарда арнайы өсірілетін, тез өсетін ағаш түрлері, мысалы терек, тал, эвкалипт, экологиялық тұрғыдан таза энергия көзі болып саналады. Мұндай ормандар көміртекті сіңіріп, атмосферадағы көмірқышқыл газын азайтуға ықпал етеді. Отындық гранулалар мен брикеттер ағаш қалдықтарынан, сабаннан және ауыл шаруашылығы қалдықтарынан қысыммен өңделіп дайындалады. Олар жоғары жылу бергіштікке ие және сақтау мен тасымалдауға ыңғайлы. Қазіргі таңда мұндай қатты отындар көптеген елдерде көмір мен газдың орнына кеңінен қолданылуда. Ағаш жаңқасы мен үгіндісі орман дайындау және ағаш өңдеу кәсіпорындарының қалдықтарынан алынады. Бұл қалдықтар арнайы кептіріліп, ұнтақталып, кейін энергия өндіруге пайдаланылады. Қатты отындарға сонымен қатар торф, қатты тұрмыстық қалдықтар және агроөнеркәсіптік өндірістің қалдықтары да жатады. Қазақстан жағдайында биомасса энергиясын өндіру әлеуеті жоғары. Өйткені елімізде ауыл шаруашылығы мен орман ресурстары жеткілікті. Әсіресе солтүстік және шығыс өңірлерде ағаш қалдықтарын, ал оңтүстік аймақтарда ауыл шаруашылығы өнімдерінің сабанын энергия көзі ретінде қолдану мүмкіндігі зор. Бұл экологиялық таза энергия көздерін дамытуға, сондай-ақ ауылдық аймақтардың энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Биоэтанол өндірісі және қолдану ерекшеліктері. Биоэтанол өндірісі 2005 жылы әлем бойынша 36,3 миллиард литрге жетті. Оның 45% Бразилияда, ал 44,7% ақш-та өндірілді. Бұл екі ел әлемдегі биоэтанол өндірісінің көшбасшылары саналады. Этанол негізінен жүгері мен қант құрағынан өндіріледі. Бразилияда биоэтанол отынның басты түріне айналып, көлік секторында кеңінен қолданылады. Этанол бензинге қарағанда энергияны аз сақтайды, бірақ қоршаған ортаға шығаратын зиянды қалдықтар көлемі әлде қайда төмен. Таза этанолда тек Flex Fuel деп аталатын көліктер ғана жүре алады. Бұл көліктер бензинде де, этанол қоспасында да жұмыс істей береді. Осылайша отын түрін таңдау мүмкіндігін береді.
Бразилияда жанармай бекеттерінде Е20 немесе Е25 түріндегі бензин сатылады, яғни бензин құрамында 20-25% этанол болады. Мұндай қоспалар атмосфераға көмірқышқыл газы мен зиянды бөлшектердің таралуын азайтады. Бұл инфографика бізге лигноцеллюлозды биомассадан биоэтанол өндірудің толық технологиялық тізбегін көрсетеді. Алдымен шикізат ретінде әртүрлі өсімдіктерден алынатын лигноцеллюлозды биомасса алынады. Оның құрамында целлюлоза, гемицеллюлоза және лигнин болады. Биомасса алдымен алдын ала өңдеуден өтеді. Бұл кезеңде оның құрылымы жұмсарып, лигнин бұзылып, целлюлоза ферменттерінің әрекет етуіне қолайлы жағдай жасалады. Алдын ала өңделген талшықтар гидролизге жіберіледі. Мұнда арнайы ферменттер целлюлозаны және гемицеллюлозаны қарапайым қанттарға, глюкоза мен басқа да моносахаридтерге дейін ыдыратады. Алынған қант ерітіндісі ферментация кезеңіне түседі. Бұл қондырғыда ашытқылар немесе басқа микроорганизмдер қанттарды этанолға айналдырады. Ферментация нәтижесінде этанол мен су аралас ерітінді түзіледі. Сондықтан келесі кезең дистилляция. Дистилляцияда қоспа қыздырылып, этанолдың буы бөлек жиналып, конденсация арқылы тазартылған биоэтанолға айналады. Соңғы өнім экологиялық таза жаңартылатын энергия көзі болып саналатын биоэтанол, биометанол, биобутанол және диметил эфир. Биометанол бұл метанолдың биомассадан алынатын түрі, яғни өсімдік қалдықтары, орман қалдықтары немесе теңіз фитопланктондарын өңдеу арқылы шығарылады. Оның химиялық формуласы CH3OH, иісі сәл тәтті спиртке ұқсас. Биометанолды әлемнің көптеген елдерінде өндіреді, әсіресе Еуропа, ақш және Қытай, Канадада кеңінен қолданылады. Ол экологиялық таза отын ретінде, сондай-ақ химиялық шикізат ретінде пайдаланылады және болашақта теңіз және авиация отыны ретінде зерттелуде. Бутанол C4H10O өткір иісті түссіз сұйықтық өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. ақш-та жылына шамамен 1,39 миллиард литр бутанол өндіріледі. 20 ғасырдың басында оны Clostridia aesobutylicium бактерияларының көмегімен алған, ал 1950 жылдары мұнай арзандағаннан кейін мұнай өнімдерінен өндіріле бастады. Бутанол коррозия тудырмайды және бар инфрақұрылым арқылы тасымалдана алады. Ұлттық жанармайлармен араластыруға болады. Диметил эфир C2H6O көмірден, табиғи газдан және биомассадан өндіріледі. Көбінесе целлюлозадан жасалады. Төмен қысымда сығылады. Диметил эфир күкіртсіз, экологиялық таза отын. Шығатын газындағы азот оксидтері бензинге қарағанда 90%-ға аз. Қоспаның 30% бар автокөліктерде арнайы өзгеріссіз қолдануға болады. Көрсетілген инфографика бізге метан мен CO2-ні тиімді өңдеп, оларды диметилге айналдыру процесін көрсетеді. Бастапқы шикізат ретінде биогаз немесе табиғи газ CO2 қоспасы алынады. Бұл газдар шағын көлемді өндірісті қондырғыға түседі де алдымен синтез газға айналады. Одан кейін синтез газ арнайы химиялық реакциялар арқылы метанолға, ал метанол келесі кезеңде диметилге түрлендіріледі. Диметил эфирі экологиялық таза отын. Оны ауыл шаруашылығында, көлік тасымалында және құрылыс саласында пайдалану мүмкін. Газ тәрізді отындар. Биогаз метан мен көмірқышқыл газынан тұрады. Органикалық қалдықтарды метаногенді бактериялар арқылы ашыту кезінде түзіледі. Биосутегі термохимиялық, биохимиялық немесе балдыр биомассасынан алынатын сутегі. Метан көмір немесе ағаш секілді көміртекке бай отыннан синтетикалық табиғи газ түрінде алынады. Бұл экзотермиялық процесс 300-450 градус температурада, атмосфералық қысымнан 1-5 есе жоғары қысымда катализатор қатысында жүреді. Қазіргі кезде ағаш қалдықтарынан метан өндіретін қондырғылар бар.
Үшінші кезеңдегі биоотын. Бұл балдырлардан алынатын отын түрі, бірақ технологиялық қиындықтар әлі толық шешілмеген. Балдырлар жоғары температурада жақсы өседі, сондықтан өндіріс үшін жылы климат қажет. Кейде түнгі салқындықта температураны реттеу қажет болады. 1990 жылдардың соңында мұнай бағасының төмендеуіне байланысты өндіріс кеңейе алмады. Балдырлардың ашық алаңда да, жылу электр станцияларының жанындағы шағын биореакторларда да өсіреді. Жылу электр орталықтарынан шыққан жылудың 75%-ға дейінгісін пайдалануға болады. Бұл технология қатал климатты да қажет етпей жұмыс істей алады. Мал қалдықтары немесе тұрмыстық органикалық қалдықтар анаэробтық ашыту процесі арқылы ыдырайды. Бұл кезде метан мен көмірқышқыл газына бай биогаз түзіледі. Тазартылған биогазды электр генераторларында немесе микротурбиналарда жағып, бір мезгілде электр және жылу энергиясын өндіруге болады. Бұл инфографикадан біз биомассадан биогаз немесе биоэтанол түріндегі отын өндірудің негізгі кезеңдерін көреміз. Ең алдымен өсімдік шикізаты жиналады. Бұл қант қамысы, жүгері, сабан сияқты энергияға бай табиғи материалдар. Жиналған өсімдік массасы ұнтақтау кезеңіне жіберіліп, арнайы валиктерден өткізу арқылы ұсақталып, шырын немесе қажетті сұйық бөлігі бөлініп шығатындай күйге келтіріледі. Осыдан кейін алынған масса сүзу процесінен өтеді. Мұнда қатты қалдықтар мен сұйықтық ажыратылады. Сүзілген сұйықтық ашытылу резервуарына жіберіледі. Бұл жерде қантты микроорганизмдер этанолға немесе газға айналдыратын биохимиялық реакциялар жүреді. Ашытылған қоспада этанолдың мөлшері аз болғандықтан келесі кезең айдау. Яғни айдау аппараттарында қоспа қыздырылып, этанол буланып бөлініп алынады. Содан соң конденсацияланып, сұйық күйге қайта түсіп, жоғары концентрациялы этанол түзіледі. Айдалған өнім тестілеу және сусыздандыру сатысынан өтеді. Бұл кезеңде этанолдың тазалығы тексеріліп, құрамындағы судың ылғал мөлшері 99,6%-дан жоғары деңгейге жеткізіледі. Тазаланған этанол газбен араластыру қондырғысына жіберіліп, онда биоэтанол белгілі бір пайызда жанармайға араластырылады. Соңғы кезеңде алынған қоспа биогаз немесе биоэтанол қоспасы көлік отыны ретінде пайдаланылады. Қорытындылай келе, биоотын бұл болашақ энергетиканың маңызды бөлігі бола алатын тұрақты әрі экологиялық таза энергия көзі. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, биоотынды пайдалану тек қана энергия өндірісін әртараптандыруға емес, сонымен бірге табиғатты қорғауға, ауыл шаруашылығын дамытуға және халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға зор үлесін қосады.